Жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді. Егер балам неге тыңдамайды деген бас аурудан құтылғыңыз келсе, мыналарды істеңіз. Алтын қанат оң тәрбие ата-аналар сабақханасының бір апта бір әдет жобасының 9-шы аптасында көз ашып жұмғанша сырғып өте шықты. Осы бір аптада не өзгерді? Лүпіл басып арнаға тіркеліңіз. Біз осы 7 күн бойына 6 алтын сөйлемді үйрендік. Бірінші, жақсы көремін, бірақ болмайды. Екінші, бағаң емес, сен маңыздысың. Үшінші, сен емес, біз. Төртінші, түсінемін деу. Бесінші, сәулелі сәт өткізу. Ата-ана мен баланың жүрегінің арасына салынған көпір. Алтыншы, айтайын ба, рұқсат ба деп сұрау жүректерді жалғайды. Міне осы 6 сөйлем балалар düz өтпес бұрын жүректерді жалғаудың дәнекері. Егер сіз осыған табанды болсаңыз, бұдан кейін балам неге мені тыңдамайды деген бас аурудан құтыласыз. Сол үшін осы 6 алтын сөйлемді бір бет қағазға жазып, тоңазытқышқа жапсырыңыз. Ал сіз бұған қосыласыз ба? Төменгі пікір жазыңыз, лүпіл басыңыз. Жүрегі жалғанған аналар көбейсін. Мен Жеңіскүл Нүсіпбай, сіздерменен біргемін.